Жүсіп пайғамбар мен Зылиха қиссасы. Бөріні тергеу. Бұл кезде әкесін іздеп үлкен ұлдары жолға шыққан еді. Жақып оларды көрген бойда: "Сендер Жүсіптің бағын көре алмадыңдар. Оны арам ниетпен алып кетіп, қасақана қастық қылдыңдар", деді күңіреніп. Олар: "Көке, бізге сенбей тұрсың ба? Жалған десеңіз қасқырды алдыңа сүйреп әкелейік", деді. Сөйтті де жапан түзде жортып жүрген бір ұрғашы қасқырды ұстап алды. Жабылып сабап, жүнін жұлып, аузы басын қан қылып, Жүсіпті тура осы қасқыр талаған сияқты кейіпке келтірді. Аяқ қолын байлап, "Жүсіпті жеген мынау", деп әкесінің алдына тастады. Жақып күбірлеп: "Уа Тәңірім, мына мақұлыққа тіл бітір", деп дұға қылды. Құдайдың құдіреті сол, бөрі сөйлеп кетті. Ол: "Армысың Жақып нәби", деп әдеппен амандасты. Пайғамбар: "Әй бөрі, баламды сен бе жеген", деді. Бөрі: "Уа Алланың елшісі, иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар. Құдайдан аттап қайда барамыз? Біз әулие әнбиенің етін жемейміз. Оларды Тәңірім бізге тыйым еткен. Өзі тұрмақ қорадағы қойына да шаппаймыз. Даладағы малына да тимейміз. Біз керісінше малынан зекет бермес сараңдардың қойына шабамыз. Зекетсіздің малы сүндетсізге бұйырады деген. Біз болмасақ, Алланың 1001 бәлекеті малға табынған надандарды бір-ақ күнде үрім бұтағымен жоқ қылар еді. Біз олардың малын жеп, бір бәледен қағамыз. Мына ұятсыз ұлдарың маған жала жапты. Қол аяғымды қайырып, жағымды айырып, жүнімді жұлып, тұмсығымды бұзып, тісімді сындырды. Ол аздай, енді міне сенің алдыңда қара бет қылмақшы. Мен бір алыстан сапар шеккен ғаріп қасқырмын. Бұл жердің адамы тұрмақ, өзен, көлін, тау мен тасын, жайылым мен құдығын да өмірімде көрген емеспін. Есіңде болсын, Жақып, табалдырықтан асқан тау жоқ, ағайыннан өткен жау жоқ", деп бір сырдың ұшын шығарды. Соңғы сөзді естігенде Жақыптың жүрегі солқ ете қалды. Сонда да дымын білдірмей сабырлы үнмен: "Қайдан жортып келесің?" деді. Қасқыр: "Түркінің сайын даласынан келемін. Мен де сен сияқты жоғалған бөлтірігімді іздеп жүрмін. Мен жоқта аңшылар апандағы бөлтіріктерімді ұстап алып, осы елдің патшасына сатып жіберіпті. Оларды қайтаруға жәрдемдес. Бәлкім осы ісіңе риза болып, жаратқан сені де жарылқар. Ұлыңмен қайтадан қауышарсың", деді. Бөрінің сөзі үмітін күшейте түсті. Жақып бірден келісті. Ертесіне патшаға барып, беделін салып, бөрінің өтінішін орындады. Қасқыр бөлтіріктерін ертіп еліне қайтты. Ол көкжиекте тұрып алыстан ұлыды. Көкірек көзі көр соқыр надандар одан қорықты. Ал Жақып оның: "Рахмет саған, Тәңірдің елшісі, ұлыңмен тезірек табыс, ел жұртыңнан ынтымақ кетпесін", деп дұға қылғанын анық ұқты. Осылайша арсыз ұлдары қарабет болды. Енді шегінерге жол жоқ. Қалайда Жүсіптің мүрдесін көрсетіп құтылу керек. Әйтпесе әкелерінің үміті зорайып, іздеуді күшейтті. Із кескен аңшыдан мал іздеген жылқышыға дейін сұрау салды. Әрі-бері өткен керуеннен сұрады. "Құдыққа құлап кетпеді ме екен?" деді бірде күбірлеп. Ұлдары мына сөзді естігенде селк ете қалды. "Алжыған әкеміз мына түрімен Жүсіпті таппай қоймас. Ана итжанды бәле құдықта әлге дейін тірі жатса таңғалмаймын. Одан да құдыққа тас атып, саудасын бір жола бітірейік", десті де құдыққа қарай түнделетіп жол тартты. Жүсіптің құлдыққа сатылуы. Сол заманда Мәлік деген бір мысырлық саудагер бар еді. Өзі керуен тартқан бай екен. Бірде ол Мысырға жол тартады. Кенет дауыл соғып, керуен адасады. Кенғанның шөл даласынан бір-ақ шығады. "Бүгінше осында түнейміз. Жүкті түсіріп түйені шөгеріңдер. Мал да, адам да қаталады. Айналадан құдық іздеңдер", деп бұйырды. Екі малайы төңіректі шолып бір құдыққа тап болды. Қауғаны салып еді, мөлдіреген су шықты. Дәмі естен тандырды.
Мұндай суды өмірінде ішіп көрмепті. Қауғаны тағы тастағанда шелектің салмағы артып, қанша тырысса да шығаруға әлі жетпеді. Өзгелерді көмекке шақырды. Бәрі жабылып, қауғаны зорға тартып шығарды. Сөйтсе, қауғаға бір жас жігіт жабысып тұр. Қабыда құлап кетіп, азап шеккен бейбаққа ұқсамайды. Киімі жайнап тұр, күтімі патшаның баласындай дерсің. Мәліктің өзі де, малайлары да Жүсіптің таң тамаша талғатына сұқтана көз салды. Мұншалықты сұлу адамды тұңғыш көруі, әсем көркіне тамсанып тұрып қалды. Мына жігітті құлдыққа сатсам, байлыққа белшеден батармын. Мұндай құлға патшаң да қызығар, деп Мәлік қиялға берілді. Жөн сұрасып үлгермеді, алыстан ат дүбірі естілді. Бұлар Жүсіптің ағалары болатын. Екпіндері тау жығардай арынды, келген бетте Жүсіпке жабыса кетті. Бұл бала біздің құлымыз, бір апта бұрын қашып кеткен, тау-тасты түгел сүздік, із кесіп тапқан бетіміз осы, деді жамырап. Бұлар менің бауырларым, деп Жүсіп тура жүгірмеді. Қашқын құлдың түріне еніп, бейшара боп тұра қалды. Оның үстіне құдықтың түбінде жатып, иманы күшейіп, қайраты сомдалып, рухы шыңдалып шыққан еді. Құдықтан бірінші боп мен таптым. Құлда менің де үлесім бар, деді Мәлік. Сен кімсің, жөніңді айт. Мен мысырлық саудагермін, Ныспым Мәлік, деді саудагер. Үлесіңе не сұрайсың? Мына құлды маған сатыңдар. Бәсіне не бересің, деді ағалары. Егесіне бағынбай қашып жүрген құлдың бағасы қымбат болмас. Керуенім жолда адасып шығын шектім. Бұл баланы Мысырдың құл базарында сатып шығынды жабам, деді Мәлік. Мысырдың құл базарын естігенде ағалары елең ете қалды. Себебі ол жақта құлдыққа сатылған тұтқындар ешқашан еліне оралмайтын. Бір түссең тірі шығармайтын терең зынданы бар деп естейтін. Ағалары ақылдаса кетті. Сатсақ сатайық, бұрынғы әулие әнбиенің өсиетінен танбайық. Олар сауда қылсаң адал қыл, сатып жатқан мал мен мүлкіңнің кемдігі болса ашып айт деген. Кісіні алдағандар бұ дүниеде құтылғанмен о дүниеде тұтылады. Бәріміз Құдай деген жанбыз, ақыңды жемейік, ақиретте қарабет боп тірілер жағдайымыз жоқ, деп бастырмалата жөнелді. Олардың жылтыр сөзі саудагерге жағып кетті. Ол, «Иә, айтыңдар, қандай кемдігі бар?» деп еміне сұрады. Кемдігі көп болса бағасын тағы да жерге ұрайын деп іштей дәметіп тұрды. Ағалары беттері бүлк етпестен. Бұл құлдың 3 түрлі кемдігі бар. Бірінші айыбы қолының сұғы бар. Байқамасаң қалтаңды қағып түседі. Талай дүре соқсақ та осы дертінен айықтыра алмадық. Екінші айыбы қашаған. Жылт еткен мүмкіндік туса қашып кетуге дайын. Сойылмен сабасақ та әдетін қоймады. Үшіншісі жылаңқы. Жұмсасаң 40 сылтау айтып жыланып жүріп алады. Сұлу келбеті мен сымбатты түріне қарап алданып қалмаңдар. Айыбына қарамай сатып алғың келсе 3 түрлі шартымыз бар. Бірінші, мойнына қамыт, аяғына кісен саласың. Екінші, сапарда қатты ағашқа отырғызып алып жүр. Әйтпесе есіріп кетеді. Үшінші, Мысырдың құл базарына апарып қана сатасың. Саудасы кеп қалды деп, орта жолда басқа біреуге сатпайсың. Келсесің бе, деді. Алушы бірден келісті. Ол ішінен, Мысырға жетіп алсам болды, сатылып кеткен соң күл болмаса бүл болсын деп ойлады. Ақысына мал сұрасаң, тұқымы асыл түйе, деді Мәлік. Мал көзге бірден түседі. Әкеміз күдіктенеді, деп қорықты да ағалары. Бізге ділда керек. Асыл тұқымды түйе өзімізде де бар, деді. Мәлік бар ақшасына Шам базарынан тауар алған еді. Әмиянында қара бақырдан 9 динар қалыпты. Бұл пұлға түйе тұрмақ қотыр лақта келмейтін. Ол әмиянын ашып, менде 9 динар ғана бар, деді шарасыз кейіппен. Жүсіптен тезірек құтылуды ойлап тұрған ағалары ұзақ саудаласып жатпады. Бар мен базар, жоқты қайдан қазар. Азға қанағат қылайық, ынсап сайын береке деген. Біз құдүние емес, асыл иман қуған пақырмыз. Сол бағаға келістік, деді.
Саудагер қара бақырларды беріп жатып іштей қуанды. Мына құлды Мысырдың базарында кемі 10 мың ділдаға сатамын деп қиялдады. Ағалары ақшаны санамастан дорбаға салды. Басы салбырап, үнсіз тұрған Жүсіп кенет мырс етіп күліп жіберді. Мұны байқаған Мәлік: «Неге күлдің?» деп сұрады. Жүсіп: «Өзімнің дандайсыған нәпсіме күліп тұрмын. Құдықта жатқанда суға қарасам, сұлу бейнем анық көрінетін. Сонда өзіме тамсанып, көңілім өсетін. Біреу мені тауып алып, құлдыққа сатса, жер дүниенің байлығы жетпес деп астамсып едім. Раббымның өскен көңілді, семірген нәпсіні жаратпайтынын анық білдім. Енді міне, тышқақ лақ құрлы құным жоқ. 9 динар бақырға бағаландым» деді. Бәрі біткен соң сауданы растайтын куәлік хат жазылып, мөр басылды. Керуен қайта қозғалды. Жүсіп ағаларымен соңғы рет қоштасуға рұқсат сұрады. Аяғындағы кісенге сүрініп жығылып, бауырларына қарай жүгірді. Олар Жүсіптің жүзіне тура қарай алмады. Түгел теріс айналды. Жүсіп жылап тұрып: «Әй, бір құрсақтан шыққан бауырларым, кеше мені өлтірмек болдыңдар. Бүгін құлдыққа саттыңдар. Енді әкемнің күні не болмақ? Күйікті жан кірпік ілмейді, су ішпейді, ауқат жемейді. Қайғыдан жаны шірейді, жан ауырса тәні шірейді. Тым болмаса әкеме жандарың ашсын. Менің тірі екенімді айтыңдар. Жылт еткен үмітпен жан сақтар» деді. Сосын Жақудаға қарап: «Ағатай, сен соңына дейін күреспедің. Енді көзімдей болған інім Әмин мен Зүбайра қарындасыма қамқор бол. Олар да менің кебімді киіп жүрмесін. Маған жасаған зұлымдықты енді ешкімге көрсетпеңдер. Тірі болсам амандықтарыңды тілеп, өлгенше дұға жасаймын. Артымда қалған бетегелі белдерге, ынтымақты бектерге, берекелі жұртыма дұғай-дұғай сәлем айтыңдар» деді. Ағалары естісе де естімеген боп аттарын қамшылай берді. Жүсіптің көз жасы. Керуен қозғалып жүріп кетті. Жүсіпке көз құлақ қылып, Әпілақ есімді бір құлды бекітті. Керуен бір қабірдің жанынан өтіп бара жатқан еді. Жүсіп түйеден секіріп түсіп, қабірді құшақтап еңіреп жылады. Бұл анасының мазары екен. Қабірдің топырағы көз жасына шыланып, аузы басы айғыз-айғыз болды. Анасын жоқтап: «Анашым-ау, әуелі сенен айырылып, сосын атамнан ажырадым. Енді міне құл боп сатылып барамын. Ашамай жамбасыма батты. Ағаш қамыт мойнымды қиды. Болат кісен аяғымды қажады. Тірі болғаныңда мені мұндай аянышты күйге ешкім сала алмас еді» деп еңіреп зарлады. Оның зарына көктегі періштелер қосыла жылады. Осы кезде Әпілақ құл да Жүсіпті іздеп жетіп келді. Ол Жүсіпті қашпақшы болды деп ойлап қалды. Келе сала: «Әй ұры, өзің бір бала емес бәле екенсің. Сені жылауық қашаған деп еді, сол рас екен. Өз бетіңше неге қаңғып жүрсің?» деді де қамшының астын алды. Жүсіп жартылай есінен танып қалды. Әпілақ қан жоса болған Жүсіпті сүйреп апарып, Ашамайдың қара тақтайына қайта отырғызды. Жүсіп қорлық тартып, қадірсіз қалған мына хәліне күйінді. «Әй ұры, үніңді өшір енді» деп бақырды Әпілақ. Кенет ауа райы күрт бұзылып, қатты жел тұрды. Арты лезде дауылға айналып, жердің құмын суырды. Шақырайып тұрған күн көзі демде тұтылып, айналаны түнек басты. Бәрінің үрейі ұшып, аяқ-қолдары дірілдеп кетті. Керуен тағы адасты. Бұл жолы жағдайы мүлде қиындады. Құдық қарап, су табу мүмкін болмады. Қарға адым жер көрінбеді. Бірнеше тәулік бойы күн көзі ашылмай тұрып алды. Ал құмды дауыл барған сайын үдейе түсті. Керуен басы түйелерді шөктіруге мәжбүр болды. Құлы бар, қожасы бар, бәрі бір жерге ұйысты. Көздеріне ажал елестеп, тұла бойды үрей биледі. Мәлік ішінен: «Осымен күнім біткені ме? Ажалдың жеткені ме? Дүние жалған деген осы екен-ау. Беу дариғай» деп таусылды. Өлген соң құмда шашылып қалатын байлығы мен қараусыз қалатын қатын, бала шағасын ойлап уайымға батты.
Үмітсіз үрей орнап, өлетіні анық болғанда көпті көрген бір қария бүйдеді. Мен білсем, арамызда бейкүнә бала бар. Біреу оған қиянат қылған сияқты. Әдетте мұндай апат пайғамбарға немесе періште сипатты бейкүнә сәбиге зорлық қылғанда орнайтын. Арамызда сондай пенде болса, дереу тәубе етіп кешірім сұрасын деді. Әпілақтың іші қылп етті. Кеше бейкүнә баланы өлімші етіп сабағаны есіне түсті. Ортаға шығып, Жүсіпті жазықсыз сабағанын мойындады. Мұны естігенде Мәлік орнынан атып тұрып, «Ей, тексіз неме, жас баланы неге жазықсыз сабайсың? Дереу аяғына жығылып кешірім сұра», деді де дырау қамшымен арқасынан осып жіберді. Әпілақ байғұс ойбайлап қоя берді. «Әкетай, құлың боп кетейін, мен байғұсты кеше көр, сені сабаған қолым сынсын» деп зар иледі. Сонда ғана бірнеше күннен бері басылмай тұрған құмды дауыл бәсеңдеді. Бәрі қайран қалды. Сөнген үміт қайта жанды. Мәлік дүр сілкініп Жүсіпке жетіп барды да үлкен басын кішірейтіп, «Балам, кешір. Ақымақтың ақылы білегінде, ақылдының ақылы жүрегінде» деген. Ақымақ құлым саған жәбір көрсетіпті. Жаманның ақылы түс ауған соң кіредінің кері. Оның күнәсін кеш. Ақымақ болмаса құл бола ма? Бізге мейірім шапағат қыл. Мына апаттан аман шығып, отбасы ошақ қасымызға есен сау оралайық, деді жалыныш үнмен. Жүсіптің жүрегі жұмсақ еді. Олардың иілген басын көргенде ашуы тарқап, мейірім оянды. «Әй, Әпілақ, басыңды жерден көтер. Ашу түбі кейіс, ақыл түбі кеніш» деген. Сен ақылыңа сынатып іс қылмадың. Ақ-қарасын айырмай ашумен сабадың. Атам Жақып таспен ұрғанды аспен ұратын дана еді. Кештім қатеңді, деді жадырап. Сол мезетте күннің пердесі де түріле кетті. Дүние жарқырап, күннің шуағына шомылды. Керуен үлкен бір құдықтың қасына тоқтаған екен. Мәлік мұны көріп, одан сайын қуанды. Түйелер шөлін қандырып, қаталап өлуден аман қалды. Мәлік Жүсіптің тегін адам емес екенін түсінді. Қол аяғын кісеннен босатты. Астына жүйрік һәм жайлы түйені мінгізді. Өткен түні Жүсіпті асығыс арзан бағаға сатқандардың бұл үстінде шикілік барын сезді. Мәлік барша саудагерге: «Уа халайық, қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа тұт. Жасы кіші демеңіз, ақыл асса аға тұт» деген. Мына Жүсіптің сөйлесе сөзі артық, кеңес қылса ақыл артық. Жаста болса керуенге бас қылайық, деді. «Бәрі болсын, жөн сөз. Қане, Жүсіпжан, өзің баста керуенді», деп шуласты. Жұрт назары түспесін деп Жүсіптің пердесін жауып, дидарын тұмшалап қойды. Керуен басы. Бұрын Мәлік сапарға шыққанда ажалға аттанғандай күйде болатын. Ел жұртымен бақұлдасып шығатын. Себебі сахараның құмы мен тақыр даласын кесіп өткенде өлім шіркін ту желкеңде төніп тұратын. Саудагерлер ол жолды ажал өткелі деп атайды. Оны кесіп өту екінің бірінің қолынан келмейді. Керуенге елдегі ең мықты құдықшыны, жұлдызға қарап жол табатын білгірлерді қымбат пұлға жалдайтын. Сәл қателік бүкіл керуенді ажалдың апанына апарып құлатуы мүмкін. Одан қалса жол торитын қарақшылар тағы бар. Жүсіп керуен басы болғалы ауа райы қараса кетті. Әншейінде түк көрсетпей түтеп тұратын құмды боран тым-тырыс бола қалды. Жол торған ұрының керуен тонауға жүректері дауламады. Жүсіп бастаған керуен оларға мұздай қаруланған әскердей көрінді. Күннің аптап ыстығы да сезілмеді. Мамық бұлттар көктен жетектеп керуенге көлеңке түсіріп жүрді. Қырдан салқын самал есті. Бір күні көзге әдемі бір шаһар ілінді. «Адасып кетпедік пе, бұл сағым емес пе?» деп жұрт абыржыды. Жүсіп оларға: «От жағып алаудың бергі жағынан бақылаңдар. Сағым болса оттан қала көрінбейді. Шаһар болса анық білінеді», деді.
Айтқандай, отынды үйді де лап еткізіп жақты. Қала бар болып шықты. Енді алаңдамай ілгеріледі. Бұл үндінің ірі шаһарының бірі екен. Бұ жақтың халқы момын болғанымен надандығы басым еді. Соның кесірінен тозығы жеткен мағынасыз әдет ғұрпы көп болатын. Олар тәңірді дұрыс тани алмай, пұт-парасқа шоқынатын. Бұл өлкеде Құдайға айналмаған аңда, жануарда қалмаған екен. Олар керуенді қарсы алғанда Жүсіпті көріп таң қалды. Себебі Жүсіп бетіндегі пердесін сәл түсіріп, дидарын сәл ғана көрсетті. Соның өзінде елдің патшасынан бастап бетін сығып қанын жалап отырған тақыр кедейге шейін Жүсіптің жамалына тамсанып, көз алмай тұрды да қалды. Олар Жүсіпке тамсанып, «Уа, дидары ай, көзі күн, жамалыңның құлы болайық», деп табынды. Мүсіншілер түрін сомдап, суретшілер бейнесін салып, өнершілер өлең шығарып, Жүсіптен демде пұт жасап алды. Қала көшелерінде жаңа пұтқа табынып, шоқынатын қараңғы халықтың жаңа легі пайда болды. Жүсіп мына надандықты көріп жағасын ұстады. Ол халықты алаңға жинап, «Мына надандықты доғарыңдар. Мен Құдай емеспін, Құдайдың қарабет құлымын. Мені жаратқан ием Жаббар, бұл жаһанды түзеткен кәрім саттар. Бұл сөзге нанбағанға қылар қаһар», деді де бір Алланың сипатымен көркем есімдерін айтып насихат етті. Ғайыптағы Алланы мақтап, оны пәктеудің ілімін үйретті. Жүсіптің тілінен тамған шырынды хикмет надан жұрттың құлыптанып қалған ділін ашты. Өмірінде мұндай насихат естімеген байғұстар аузын ашып көзін жұмды. Көңілдерін қаптаған надандық пердесі түрілді. Санаға сәуле түсіп, көңілдегі хикмет бұлағын ашуға ынтық болды. Осылайша үнділер үшін жаңа низам, жаңа дәуір басталды. Байырғы жабайы, жахил ғұрыптан арылып, шаһардың мәдени тіршілігі түлеп шыға келді. Кезінде тастан қисапсыз пұт жасап тастаған еді. Жүсіп сол тастарды сындырып, майдалап жолға төсеткізді. Қаладағы жолдар топырақ еді. Нөсер жаңбыр жауса балшық боп езіліп жататын. Ірі тастардан жетім жесірлерге үй салып берді. Одан артылғанын көпір мен бөген құрылысына пайдаланды. Осылайша үнді жұрты қараңғылықтан құтылып, мәдениетті елге айналды. Мәлік керуен қозғалатын кез келді деп ескертті. Мұндағы жұрттың алғысы мен батасын алған соң, Жүсіп керуенді бастап жолға қайта аттанды. Қылыш ханның баяны. Құдыс шаһарының ханы бір күні түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Сайын даланың төсін қақ жарып, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты бір баһадүр керуен бастап келе жатыр екен. Өзінен айбаты 6 күн ілгері жүреді екен. Ол бұған қадала қарап, «Әй, Құдайдың назары түскен бақытты жан, бізді құрметпен қарсы ал, патшалығыңа Тәңірдің құты мен ырысы жаусын», деді де ғайып болды. Қылышхан бұл ғажайып түсінен айыға алмай, 3 күн, 3 түн дел құлы күй кешіп жүрді. 4-ші күні есін жиып, 10 000 әскермен керуенді қарсы алуға сап түзеп жолға шықты. Мәлік бұрында Құдыста сауда жасаған еді, бірақ мынадай оқиғаны бірінші рет көруі. Жер қайысқан қалың қол сауда керуенінің қарсы алдына келіп тоқтады. Мәлік мұны көріп шошып кетті. Жүсіп қана сасқан жоқ. Нығыз пішінмен әскерге назар салып тұрды. Қылышхан, керуен басы кім? Деп саңқ ете қалды. Мәлік қорқып кетті. Сөйлеуге шамасы келмей, тілі күрмеліп, керуен басы мына бозбала деп міңгірледі. Керуеннің қожасы кім? Деп сұрап қалса, не айтарымын деп қалшылдап кетті. Абырой болғанда Жүсіп сөз алды. Ол, бізді күтіп ал, деп саған аян берген Жаббар хақ, деді айбарлы үнмен. Қылышхан атынан секіріп түсіп, кеудесіне қолын қойып, басын иіп тағзым етті. Әскері не болғанын түсінбей қалды. Барлық батыр нояны жапа-тармағай аттан түсіп, Жүсіпке тәжім етті.
Мәлік бұл кереметке таң қалды. Қылышхан өзі бастап керуенді Құдысқа алып кірді. Қылышхан: «Әй, Бекзат Асылзада, бізге әмір мағруптан насихат айт» деді. Жүсіп: «Әй патша, сөзіме құлақ сал. Мейірім шапағатта күндей бол. Күн мейір шуағын адамзатқа теңдей шашады. Жаман да, жәутік те күн нұрының астында тіршілігін кешіп жүр. Ал кісінің айыбын жапқанда түндей бол. Бау кеспе де ұрлыққа түнді аттанады. Сонда да түн оны ұстап бермейді. Тазалықта таудан аққан судай бол. Ағын су үш аунаса адал болады деген. Аққан судың арамы болмайды. Ашумен ыза қысқанда өліп қалған мәйіттей бол. Табытта жатқан мәйіттің тіріменен дауласқанын қашан көрдің? Ал тақуалықта топырақтай кішіпейіл бол. Топыраққа жақсылап назар сал. Күллі мақұлық қалдығы мен зәрін қара жерге тоқтаусыз төгіп жатыр. Топырақ олардан кек алудың орнына құнарлы тамақ пен дәмді сусын шығарып береді. Ал төзім мен сабырда толқыған теңіздей бол. Дауыл мен жел қанша шайқаса да, теңіз өз шұңқырында міз бақпай тұра береді. Ең соңғы айтарым мынау: өмірде қалай барсың, солай көрініп жүр. Қалай көрінсең, солай болуға тырыс. Адамның ең жақсысы қиянатсыз ақ бейіл. Ең зиянкес жасығы тайғақ мінез екі тіл. Екі сөйлеген адам екі бетті боп өледі деді. Жүсіптің жүректен сөйлеген сөздері шөлдеген көңілдерді демде гүлстанға айналдырды. Көңілде гүлзар бақ орнаған соң ел ішіне құт береке, ынтымақ нәсіп болды. Араз болған ағайындар достасты, күндес абысындар татуласты. Бақталас байлар бір дастархан басында отырып келелі кеңес құратын күнге жетті. Артық малына мектеп медресе соқтыратын дәстүр пайда болды. Айлары оңнан туып, егістеріне ырыс бітті. Саудалар дөңгелеп, жұрттың тұрмысы түзелді. Бұл өзгерісті Қылышхан да байқады. Түсінің Тәңірден келген рахмани түс екендігіне енді шүбәсі қалмады. Ол Жүсіпті құдасындай күтті. Керуендегі барлық малай құлдар да ғиззат, икрам, құрметке қарық болды. 40 күн бойы бір езуінен бал, бір езуінен май ағып, рақатқа батты. 41-ші күні олар қайтуға рұқсат сұрады. Құдыс халқы Жүсіпті жібергісі келмеді. Керуен кетсе кете берсін, бірақ Жүсіпті жібермейміз. Оның жолында малымыз түгіл, жанымыз құрбан, деп шуласты. Расымен, олардан мұндай құрбандықты күтуге болатын еді. Мәлік сасайын деді. Жүсіп қалып қояр ма деп жаны қалмады. Ол: «Әй Жүсіп, сені керуен басы етіп сайлаған мен. Сен әлі де менің басыбайлы құлымсың. Сені өз қалтамнан ақы төлеп сатып алғам. Осыны ұмытпа», деді. Жүсіп мырс етті де үндемеді. Керуен қозғалатын сәтте туды. Қала жұрты мен қалың әскер керуеннің жолын бөгеп тұрып алды. Олар: «Өлсек те тірілсек те Жүсіпті жібермейміз. Ал керуен қайда кетсе, онда кетсін» деп талап қойып тұр екен. Мәлік біткен жерім осы шығар деп түңілді. Себебі Жүсіптен айрылса, басынан бағыт аярын анық білді. Бірақ Жүсіп ісіне әмән да адал болатын. Мәлікке опасыздық етпеді. Ол түйесіне жайғасты да анталап тұрған қалың жұртқа қарап, бетіндегі қалың пердесін түріп кеп жіберді. Қою бұйра шашы желп етті. Жамыраған жұрт тілін жұтып қойды. Шашынан ескен райханның жұпар иісіне елтіп қалды. Елдің алды есінен айырылып, тәлтіректеп барып құлай берді. Аспандағы күн жерге құлап түскендей күй кешті. Себебі Жүсіптің жүзінен төгілген иманның шуағына тіке қарау мүмкін емес еді. Көздері қарауытып, аяқтан әл кетіп, буындары былқ-сылқ, мойындары қалт-құлт етіп, өзара сабырлысып сала берді. Осы сәтті пайдаланып, Жүсіп: «Басыңдар қамшыны», деді. Әбден тыңайып алған түйелер жорғалата жөнелді.
шаһар жұрты есін жинап өзіне келем дегенше бұлар 6 қырдан асып көрінбей кеткен еді. Керуендегі қариялардан бастап малай құлдарға шейін Жүсіпті мақтап, пәктеп, қайта-қайта ұлықтап, жыр оқып кетті. Ойпырмай, Жүсіпті құдықтан тауып алмасақ, шаруамызда, саудамызда біткен екен, деп тамсанумен болды. Жүсіптің тәубеге келуі. Сөздің құдіреті аспандағы құсқа да әсер етеді деген осы екен. Олардың мақтау сөзі Жүсіптің көңілін өсіре бастады. Ол расымен Құдайдың сүйген құлы болдым-ау. Бұл әлемде менен өткен көрікті жан жоқ шығар деп ғажайып сымбатына тамсана бергені сол еді. Кенет таныс бейне алдынан кездесе кетті. Бірден таныды. Бұл құдыққа құлағанда қағып алған Жебірейіл періште болатын. Жүсіп есін жинап үлгерген жоқ. Періште оған бүй деді. Әй Жүсіп, саған қазір көрік берген мүссәуір ағзам емес пе еді? Құрметіңді асырған қадір сұлтан емес пе еді? Оны неге ұмыттың? Көңілді неге өсірдің? Өсиетті неге өшірдің? Енді Тәңірі тағаланың құдіретін көр, деді де ғайып болды. Жүсіп тілдесіп үлгермей, не болғанын түсінбей теңселіп тұрып қалды. Кенет алдынан таңғажайып шаһардың бейнесі көрінді. Бұ не шаһар деп бәрі қайран қалды. Бұл маңайдан талай өттім. Сахараның бұл бөлігінде жазиралы алқап жоқ еді. Мына шаһар жердің астынан шықты ма, әлде аспаннан түсті ме деп Мәлік басын шайқады. Тәуекелдің дариясына сал кеме. Я шықсын, я шықпасын, қам жеме деп жұрт қалаға кірді. Бұларды ешкім дүрлігіп қарсы алмады, назар да салмады. Керуен әдеттегідей Жүсіптің дидарына сеніп тұрған еді. Қазір Жүсіп ай дидарын бір ашып көрсетсе, жұрт аяғымызға жығылар деген дәмемен қалаға дендеп кіре берді. Кірген сайын сан түрлі кереметке таң қалысты. Қала халқы өте бақуатты екен. Сәулеті асып, дәулеті тасып тұр. Әр үйдің алдында гүлзар бақ, су толы хауыз. Мөлдір суда алтын балықтар быжынап жүзіп жүр. Бау-бақшадағы ағаштың бұтағында бұлбұлдар мың бір мақамға салып, Аллаға зікір айтып тұр. Қызметшілерінің өзі жібек шапан киіпті. Жігіттері бекзат, қыздары перизат екен. Тал бойында бір мін жоқ. Бірі-бірінен өткен сұлу екен. Керісінше, керуен жұрты оларға сұқтана көз салып, есінен адаса бастады. Олардың толған айдай нұрлы жүзіне назар салғанда өздері де сары майдай еріді. Осыған дейін жүзін перделеп көңіл өсіп келе жатқан Жүсіптің нәпсісіне мына көрініс танаудан тиген соққыдай болды. Өзінен асқан мыңдаған көркем ер жігітті көргенде көңілі су сепкендей басылды. Әлгінде ғана мұның түр сымбатына тамсанып, өлең арнап келе жатқан малайлар Жүсіптен жүз қайырып қаладағы қыздарға қадалып қапты. Кенет Мәлік шыдай алмай: «Әй Жүсіп, тарт пердеңді, көрсет мыналарға жүзіңді. Мыналар тіпті бізді адам екен дейтін емес», деп айғайлап жіберді. Әрең шыдап келе жатқан Жүсіп те бетінен пердесін алып лақтырып жіберді. Бірақ ешкім қызығып қарамады. Керісінше, қаладағы көрікті жұрттың бет әлпетінен төгілген нұр шуақ Жүсіпті көлегейлеп тастады. Қаладағы бойжеткен қыздың бірде-біреуі Жүсіпке сүйсініп қарамады. Тіпті менсінген жоқ. Жүсіп оларды таң қалдырмақ боп ажарын әрі-бері көрсетіп бақты. Бойжеткендер селт еткен жоқ. Жігіттері мына ұсқынсыз жапалақты керуен бас етіп сайлап қойған қандай ақымақ деген кезде Жүсіп жынданып кетуге шақ қалды. Олар Жүсіпке бір рет болсын жүз бұрып қарамады. Бұл шаһарда ең көріксіз, ұсқынсыз адам Жүсіп боп қалды. Өскен көңіл, іскен нәпсі сол жерде жермен жексен болды. Мақтанға бой алдыра бастаған көңілі су сепкендей басылды. Жебірейілдің нені меңзегенін енді ұқты. Ұлық Алла мақтан сүйгіш пендесін жек көретін.
ішінен жаратушы Раббым мені тәрбиелеп жатыр екен ғой деп өз қатесін түсінді. Сосын сәждеге бас қойып тәубе қылды. Осыдан бастап өзіне мақтау сөздер дарытпау үшін өте сақ отыратын хәл тапты. Керуен ол шаһардан шығып Мысырға бет алды.